Шоқан Уәлиханов атындағы жалпы білім беретін мектеп коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 10-шы А сынып оқушысы Сатай Әсем. Әсемгүл Жұмаева. Ата-бабам аңсаған тәуелсіздік. 70 жыл жүрегіме жара салған, тілім мен дінімді алған дүние жалған. Тәуелсіздік аңсаған бабаларым. Қасіретті күндерді басы шалған, анамның ақ сүтімен келген білім. Босағада боздабай жылап тұрған. Дінім мен иманым да сол күндерде Христостың аяғында болған құрбан. Жетім бала сатылып көрші елге, қазақтың сәбилері көп жылаған. Қарттар үйі көбейіп ана жылап, қазақтың тағдыры күлкі болған. Әсіресе айырылып бостандықтан, қазақтың қайырылып қанатынан. Өз кемдігі Ресейдің шаншушылық, ата-баба үміті